Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым менің. Бір сөзді қайта-қайта қайталай бересің ба? Аман бол балла, балла, балла. Шайналған мафон құсап, бір сөзді айтты ғоза. Естедің бауырым, бауырым, бауырым. Биле, 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 биле. Биле, 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 биле. Бірлігіміз жарасқан көп ұлтты бұл Қазақстан. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлігіміз жарасқан арманымыз тау асқан. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым менің. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Аман бол аю, аю, аю. Сен бала ән айтпашы, бар басқа сөз жаттасаңшы. То я не знаю, знаю, знаю. Әзіл болсын сахнада, рейтинг болсын біздің шоуда. Аман бол көрерменім менің. Әзіл болсын сахнада, рейтинг болсын біздің шоуда. Аман бол көрерменім менің. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, біздің шоудың резиденттерінен жалынды сәлем! Бірлік күні құтты болсын ағайын! Осы бірлік күнінде, құрметті әріптестер, біздің ауызбіршілігіміз, ынтымағымыз жараса берсін. Дұрыс. Жаңаға сізге қосылам. Осы бірінші мамыр ынтымақ күнде бар ғой, ынтымағымыз жарасып, сахнада бір ұрыспайықшы. Ай, бір үйдің баласындай болып жүре алмаймыз ба? Қашан шықсаңдар бол сахнада қырғи қабақ болып қырыласыңдар да жатасыңдар. Не деген бітпейтін ұрыс, қашан бітеді жаны. Жұлдыз әпше, сіздің даусыңыз бен сөзіңізге өзара бірлік керек сияқты ғой мына жерде. Осы бар ғой, кішкентайлардың ақыл айтқанынан қалды ғой, аузымызда сөз даңдып. Жоқ енді Дариға, Жұлдызай, рас қой енді. Екеуің тыныш болсаңдар, біздің шоудың бірлігі, ынтымағы жарасып кетеді. Соны айтам. Дұрыс айтады. Тұршы, қабаттаспай. Сол үшін бүгін бірлік күнінде сендерге екеуіңе Дариға Жұлдызай тапсырма. Үндемеу. Ал, бастаңдар. Жарай, қаржындаймыз. Сонымен шоуымызда бастаймыз!
ғарибатын жігіт жүрек жаным ал деп жан қиятын ботагөз күнім жігіттер қызғымызда жарғасына әрердің бақ сыйлайтын қазығына бақыт сыйла қазағымның бар қызына ботагөз күнім жұмбақ қыз әнім сені тербейді ғой жұмбақ қыз әнім сені емдейді ғой жұмбақ қыз өмірекі келмейді ғой өкінбе жаным жұмбақ қыз әнім сені тербейді ғой жұмбақ қыз әнім сені емдейді ғой жұмбақ қыз өмірекі келмейді ғой өкінбе жаным жұмбақ қыз әнім сені тербейді ғой жұмбақ қыз әнім сені емдейді ғой жұмбақ қыз өмірекі келмейді ғой өкінбе жаным жұмбақ қыз әнім сені тербейді ғой жұмбақ қыз әнім сені емдейді ғой жұмбақ қыз өмірекі келмейді ғой өкінбе жаным Lan. Bundan. Be. Mars'a geldik o ya. Ё-моё. Шынымен осы келдік па, е? Илон Масктен бірге қаласың, ойлаш. Не ал дейсің? Илон Масктен бірге қаласың. Енді ол объездный жолды білмейді ғой. Мақұл келдік қой енді. Аға. Не үшін келдің сен бұяққа? Мақсатың не? Ыстық екен, байқадың ба? Біз тура Шымкент сияқты, Шымкентте жаз ауа болмайды ғой осындай. Айтты. Жаман ыстық болады. Не үшін келдіңіз ба? Иә. Не үшін келгенде Марс сақ көтеу келді, мынандайлардың ше? Армянский учетпен алып кетемін, Қазақстанға барғаннан кейін ауыстырып аламын ғой. Сонда таныстар бар. Өзің не үшін келдің? Мен бұяққа Марсқа келген себебім Обычный ашсам ба деп едім, обычный. Анау мынау. Көкөніс ба? Картош, пияз, помидор, огурец сатсам ба деп. Есің дұрыс ба? Банкрот боласың ғой. Кім алады? Бұяқта адам жоқ қой. Бар ғой алатын адам. Кім? Сен барсың ғой. Қуасың ба, банкрот боласың ғой. Сен барсың дегеніз. Қарны ашып кетті ғой, айтпай, ойбай. Мұны абайлашы мына жақта ше, бір түрлі екен. Жауаш, бетін жауаш, бірдеңелі шағып алады деп. Жауып аласы, құрсын е. Бет аулақ та, ауа жетті қап. Деп отсың жаман ғой. Ешкім жоқ сияқты, оны яқта, е? Сұңбанда тамақ бар еді, бәрі ашып кетті ше. Бәрі ашып кетті. Ашып кетті дейсің ба? Ашып кетті ме, ұшып кетті ме? Ашып кетті, ашып кетті. Ешкім жоқ сияқты, оны яқта, е? Істеміз, е? Суши пицца тапсырып береміз, е? Әкелемейді, бәрі. Қоймыш, е? Халау! Кім бар, ей? Көмектесеңдер бар ма? Аға, сержант, айтуға. Маңғыр? Шешіңіздер. Шеш, масканы шеш. Не алды? Аға, сержант, айтуға деймін. Шешіңіздер маска, не сеп тұстырсыздар? Ауа бар ғой бұяқта? Мынандай инопланеттен көрсең көзім шықсын қарсы. Марста шулап olmayатынын білесіздер ме сіздер? Шулап атық бұны? Шулап атсыздар сіздер, көршілер жалып жасап отыр. Көршілер жалып жасап отыр. Саған дом бабы көршілер жалып. Қандай көршілер? Юпитердағылар, ё-мое. Маған бері қоңырау шалып отыр, мына екі жігіт шулап отыр дей ма, бірдеме басына көтеріп отыр. Юпитердағылар естіп қойған ба дауысымызды? Арасы жақын екен да, е?
Сіз қалай келдіңіз бе аға? Сіз қалай келдіңіз дейді, бәрі осында жүр ғой. Объездной сендер ғана білесіңдер ма не? Кім бәрі болған? Бүкіл қазақ осында жүр. Кім? Кім дегенде Сырым Исабаев, Алмас Кишкенбаев, Қайрат Түнтеков, бәрі осы жақта. Мәсі қайға көрінбей кетті деп қойып. Жоқ, болып кетті ғой. Марсқа кетіп қалған екен. Алло. Телефоны звондап отқан дейсің? Да. Нешере саған? Өтірік істеп отыр. Все. Қазір мен Марстан шығайын, сразу сіздерге келем. Все, хорошо. Қойсай. Өтірік не? Сет ұстамайды ғой бұяқта. Ой, сет ұстай. Роумингқа қосылғандырсайшы просто, роуминг. Қойшы, сондай ма? Ұстап тұр ғой бәрі. Беш звондап алайын үйдегілерге. Кімге? Сет ұстап тұр. Қойшы. Қарсы? Ю ма? Үйдегілерге. Жоқ, ма деп ұстап тұр, Марс қой бұл. Үйдегілерге звондап алайшы мен. Алло? Шамын ұстай ма? Барып тұр. Сөйлесе сәлем жолдаш, Марс Алло дейді. Алло? Мама қалайсыздар? Жақсы, шүкір аман сен. Пап не істеп отыр? Әлеуекке кетіп қалдым. Не ма? Ой, Марстамыз, мама. Ой, сол сет ұстай деген ғой неқті. Ақұш қалай? Балау қалай? Сио қалай, сио? Елдің жаңа ауылын сұрасай, баланы сұрай бермей. Елде дезаңа қойып отыр? Ақұш не істеп отыр? Адыс шуып атырмын. Кім ар жағыңызда? Аликош? Көкі? Командын сұрашы, командын сұрашы. Несіз не жаңалық дейді? Біздегі бақан папасы күрді болып шықты ма не? Қойш! Күрді болып шықты біздегі бақан папасы. Арды көшке бересіз? Аликош, көкі, көркем, Алика. Мен папа Марста, папа. Марстан сендерге сникерс апарып берем. Болды. Үй жөн. Болды. Мақұл. Мама, мақұл бопты. Мақұл, жарайды. Мен саға ұстап қалдық. Мақұл. Жай жақсы жігіттер абайлап жүріңдер кішкене дұрыс жарай ма? Шуламай дұрыстап жүріңдер. Бұлда бізге ешкім тиіспей ма? Тиіспейді, бірақ байқанда инопланетяндар бар. Кездесіп қалып андай-мындай әңгіме айтып, Кім? Звондайсыңдар үшті, Инопланетян? Тиіссе өзіне тиіспей ма? Өтірік айта береді кәдімгідей. Инопланетяныңыз? Мә, қарасай, дымды қарасай. Біздің ана Шымкентте тойдағы вальс билейтінің өзі дым қосады, білесіз ба? Екінші билейді ғой түтіннің арасында, Кесен билейді түтіннің арасында вальс. Тырнақ Сендер не істеп жүрсіңдер? Қазақша сөйлеп отыр ғой. Мұны қазақша біледі ғой? Біздер мұнда бәріміз қазақша сөйлейміз, ұлан. Ұлан. Менің атым біліп тұрды? Сен тәп тұр ғой? Сұрашы. Менің атым кім? Сенің атың ұлан. Ұлан дейді. Кім? Көке, мен атым кім? Сен ұланның досысың. Сен атың білмейді. Сендер елге қайтып ораласыңдар. Елге қайтамыз ғой, қайтамыз елге, е? Мынау сендердің футболистердің айдалаға тепкен доптары Марсқа келіп осындай болып қалды. Допты апарып беріңдер. Бәсі, айдалаға тепет қаға кетіп десе ойсақ кеп отыр екен ғой. Біздің тепкен футболистердің доптары ма? Бәсі. Лағат неге ұстап отыр ғой, Марста қылады. Не ма? Бұл жақта бізге ешкім тиіспей ма? Жоқ, ешкім тиіспейді. Біздерден кімдер танисыз? Кімдер танисыз деппін ғой? Қазақшан қақтан үйренген сұраса, қазақшан қақтан үйрендіңіздер? Бұл жақта бәрі қазақша сөйлейді. Кім үйретті оны? Квартира сұрасай, жер сұрасай. Көке, бізге квартира керек еді. Квартира? Бар ма? Сендер неше адам болып тұрасыңдар? Біз 2 адамбыз ғой, 2 адам. 20 мың теңге. Күніне 20 мың теңге ма? Қымбат қой. Айына. Неге арзан? Айына. Неге арзан? Өйткені бізде ұят бар. Оларда ұят бар еші. Бұл жақта сауна бар шығар. Кім? Сауна бар шығар. Не ма сізде жақта сауна бар ма? Құлмаш, Марста қайдағы сауна? Бізде боди бар. Боди. Қақта білет десе. Не ма? Кім? Инопланетян көке? Капюшон айналып кеткен инопланетян көзі көзім шықсын. Бізде аталар танима ке? Сұрасай аталар танима. Біздерден кімдер танисыз?
сіздерден біздерге қазақ тілін үйретіп кеткен Тоқтар Аубакиров, Талғат Мұсабаев ағаларыңызды танимыз. Біз аталар қойдылар, танып тұр ғой. Так, сода біздің Тоқтар атамызды, Талғат атамыз қаяқтан танисыз? Олар бізді саунадан күткен. Қазақтың қонақ жайлылығын үйретіп кетті. Бағана сауна жоқ деп отыр едіңіз ғой, қумаса ешқандай сауна. Иә. Әзілдеп тұрсыз ба? Әзіл. Біз сияқты күледі. Инопланетный көке, бізге онда жайғасақ, шаршадық, ұзақ жолдан келдік. Жүріңдер, квартираны көрсетейін. Көксерек, бізден сізге кім керек, кім екен деп жүргенек, қыз керек, қыз керек. Ақсерек, көксерек, сізден бізге кім керек, мен ұнатқан қыз керек, қайталаймын қыз керек. Махаббат боп көрінді, мына ойың көңілді. Саған барам, көрсет маған жолымды, берші сосын қолыңды. Содан соң кешейік бір өмірді. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек, кім екен деп жүргенек, қыз керек, қыз керек. Ақсерек, көксерек, сізден бізге кім керек, мен ұнатқан қыз керек, қайталаймын қыз керек. Ойын бізді табыстырып қойғаны, жүрген едім ойлана. Жарым қылып апарайын тойға да, басқа жанды ойлама. Басқа ешкіммен ойнама. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек, кім екен деп жүргенек, қыз керек, қыз керек. Ақсерек, көксерек, сізден бізге кім керек, мен ұнатқан қыз керек, қайталаймын қыз керек. Көксерек, бізден сізге кім керек, кім екен деп жүргенек, қыз керек, қыз керек. Ақсерек, көксерек, сізден бізге кім керек, мен ұнатқан қыз керек, қайталаймын. Ақсерек, көксерек, бізден сізге кім керек, кім екен деп жүргенек, қыз керек, қыз керек. Ақсерек, көксерек, сізден бізге кім керек, мен ұнатқан қыз керек, қайталаймын қыз керек. Қалай, көңіл күйлеріңіз күшті ма? Көңіл, конечно, күшті болады алдарыңыз мынандай қыз тұрғанда. Құрметті телекөрермендер, ертеде Амазонка дейтін тек қыз-келіншектерден, қыздардан тұратын тайпа болған. Мен бір түсінбейтін, солар қалай көбейген деймін да? Егер сол Амазонка тайпасына жігіттер ұсталып қалатын болса, Амазонка тайпасындағы қыздар оны қатты қинайтын болған екен. Мен де ұстап қинаса ғой осылар. Бірақ бұлардың қинасы басқаша шығар. Қой, солқамай тұрған кезде көзім жоғалтайын.
Ұлан қайыр атырап, Амазонканың алтын бесік апа жұрты. Елімізден береке қашпасын деп, жеріміздің шетін еркектер баспасын деп, найзаның ұшына үкі таққан елміз. Габриэль ханым. Құшағын жайғандарға туыспыз, еркектерді қиып түсер қылышпыз. Дұрыс айтасыз. Габриэль ханым, осы точно біздің сөз ба? Білмеймін, бір жерден оққам, сон өзімізге бүріп алдым. Бәсе. Ал, қыздар, біз Амазонканы көркейту керекпіз. Ол мына біздің аналарымыздан қалған аманат. Қысқасы, Амазонканы облыс-облысқа бөліп тастаймыз. Жасасын Амазонка! Дұрыс. Габриэль ханым, бірақ біздің қару-жарақтың жағдайы өте нашар. Найзамыздың ұшы үшкір емес, қылшымыз өткір емес. Ауыстыру керек. Ой, Құдай-ай, осындайда біздің қыздардың қылышын қайрап беретін бір еркекте тап жоқ қой мына біздің тайпада. Иә. Габриэль ханым, біздің қару-жарағымыз өтпесе, қалай соғысамыз? Ол қалай болады екен? Еркектерге қару-жарақтың керек жоқ. Біздің аналарымыз оларды қару-жарақсыз-ақ жеңген. Қалай сонда? Сұлулықпен. Қыздар, ертең соғысқа баратын кезде әдемілеп, боянып, сыланып, кірпіктеріңді жапсырып, әтірлеріңді сеуіп, концертке киетін киімдерін киіп шығыңдар. Ойбай, неге? Еркектерді солай сындыру керек. Енді әйелдері болып сынбай қалса ше? Сен не айтып тұрсың? Мен соғысқа бармайым. Неге? Киімім жоқ. Осы киіммен бара бер. Ана жол киген бұл киім соғысқа. Осы жол басқа киім киюім керек. Бір соғысқа кигенде екінші соғысқа кимейін дейсің ба? Кимеймін. Айтпақшы, Габриэль ханым, мен бүгін өзіміздің осы жерден бір ер азаматтың затын тауып алдым. Бір ер азамат жүрген сияқты. Не ол? Нәски. Нәски? Иә. Оны қайдан білдің еркектік екен? Енді еркектің заты ғана әр жерде жатады ғой. Демек, ол еркек біздің жерімізден әлі ешқайда кетпеген деген сөз. Неғып жүр екен ол? Оны қайдан білдіңіз? Ол мына екінші сыңарын таппай басын кесіп алсаң да кетпейді, үйіне барғасын қатын өлтіреді. Айтпақшы, Габриэль ханым, ертең соғысқа сумкамызды алып шықсақ бола ма? Болады. Бірақ ана ішінде керек емес заттардың бәрін тастап, керектерін ғана қалдырыңдар. Ой, оның бәрін үйтіп реттеймін дегенше соғыс бітеді ғой. Так, қыздар. Тырнақтарыңды ұзын қылып өсіріп алыңдар. Неге? Еркектер тырнаймыз ба? Жоқ. Тырнағы ұзын қыздардың мұрнында боқтырмайды. Ой, Габриэль ханым. Габриэль ханым! Габриэль ханым! Апамның әзілі ғой? Габриэль ханым! Не болды? Не болды? Габриэль ханым, ана жақта. Не болды? Ана жақта. Айтсай, қыздар бір жігітке таласып жатыр. Жігіт! Қандай жігіт? Тоқтаңдар, тыныш, қайда бармаңдар. Ол біздің қыздар таласатындай қандай еркек өзі? Оны айтам. Габриэль ханым, мен қазақмын өліп мың тірілген дейді. Кім дейді? Мен қазақмын мың өліп мың тірілген дейді. Ойбай, қазақ болса не істейді екен? Габриэль ханым, олар әйел адамды басқаша көреді екен. Жұмақтың өзі ананың аяғының астында дейді. Ой, бірмай, мынау қандай еркек болды? Алып келіңдерші. Алып келші, көрейік. Тағы да, Габриэль ханым, білесіз бі, әйел дейді, бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербетеді дейді. Ойбай, әкелсе енді тербетсе. Сосын тағы да, Габриэль ханым. Ойбай, айтшы. Келді. Қуатпаңдар, абайлаңдар деп әкеле берсін, е? Әкеліңдер. Жаным ашып жатыр да просто. Еркек келді бізге, еркек. Кел. Қыздар. Өздеріңді ұстаңдар. Жіберіңдер, мен қақтап келдіңдер. Қиылып кетті бір жерім. Қайдап келдіңдер мені. Былай тұрш. Мен қайдамын.
Ұлан қайыр атырап Амазонканың алтын бесік жеріне келдің. Женский общага дейсің ғой. Әй, қарағым, еркек болсаң өзіңе, сен бізбен бұлай сөйлеспе, әйтпесе басыңды шауып алам. Еркектің басын шабу оңай болып па? Біздің еркекте бір жігіттің басына 8 қыздан келеді. Менің басым шапсаң, анау артта тұрған 8 қызыңнан обал болады, ойлан. Сөйлемесе? Не болды жұтырықта бұрып? Кинауды бастаған кеп тұрма? Габриэль ханым, қалай шыдап тұрсыз? Габриэль ханым? Ау. Сіз кәні еркектер бірден сындыруға болады сұлулықпен деп едіңіз ғой? Әй, айтып отырмын ғой, мынау бір сондай берекелі, жақсы, керемет елден келген еркек екен. Сенің өзі қандай өнерің бар? Менің есімім Наурыз, Қазақстаннан келдім. Бізде өнер жетеді, жігітке жеті өнерді аз дейді. Ал енді көрсетші. Қолын байлаулы. Қыздар, мынаны қолын шешіңдер. Өнердің түр-түрін көрсетеміз. Көрсетсін өнерін, қандай? Фокус. Фокус? Фокус. Иә. Міне. Міне ғой. Хуй. Қыздар, қолын қайтадан байлаңдар. Фокус өтпей қалды ма не? Әкел қолыңды. Әй, сен одан да маған мынаны айтшы, сен қай тайпаның шпионысың? Мен ешқандай тайпаның адам емеспін, оның үстіне шпион да емеспін. Мен негізі көшеге шыққам, басқа елге шығам деп Армениядан көлік алып келуге шыққам. Жолда мына қыздарың ұстап алды. Не істеймін басқа? Енді бұлай апталдай азамат екенсің, сонда мына біздің қыздарға әлің келмей қалды ма? Қыздарыңыз қатты білеседі. Оның үстіне біздің қазақта қыз баласына қол көтерген еркекті еркек деп санамайды. Одан кейін. Иә, одан кейін. Беріле салдым. Беріле салдың ба? Бір жағынан өзімді қалап тұрым. Ал қыздар, мына жігіт жаман емес сияқты. Біздің елде мынадай салт бар. Кешке сенің өнеріңді дұрыстап көреміз, содан кейін өнерің ұнаса, біздің бір қыздар ұнатып қалса, соған сені алып береміз. О жаққа қарамай-ақ қой. Кезек мына жақтікі. Ал қыздар. Жоқ. Менің әйелі бар адам. Бұл әңгімеңіз менің келіншегім естісе, өлтірер. Бала-шаға әйелім бар еді, күтіп отыр. Жоқ, Габриэль ханым тікі боласыз. Әйелім бар деймін, әпше. Так, қыздар. Аяңыздар мен. Кешке дастарханды жайыңдар. Әдемілеп мына еркекті күтіңдер. Сосын шешеміз. Кімге алып беретімізді? Болады. Габриэль ханым, кешке дастарханға не қоямыз? Құмшекер қымбат болып кетті. Кешке дастарханға дөнем пілдің қабырғасын, құнан аюдың басын, және бір байтал маймылдың жамбасын қойыңдар. Оны тек қана етін қоямыз о, картошка да қымбат, Ресейден келмей жатыр дейді. Картошка салмаңдар. Картошка қант деген қымбат. Өз майына өзін қуырып беріңдер. Шошқан етін жемеймін, Шошқан ет жоқ бізде. Қайтайық, Габриэль ханым. Қайтайық. Қыздар, дастархан жайыңдар. Көреміз сосын, мына жігіт негізі ұнап отыр, осы Гүлбақырамға алып беретін шығарым. Жасасын Амазонка!
бақытым жарқыраған жанымда адал жандар барында шын бақытты сеземін мен шынында жарқыраған жанымда адал жандар барында шын бақытты сеземін мен шынында шын бақытты сеземін мен шынында. Бәрекелді. Ән көңілдің ажары демекші, мен өзімдің әндердің сөздерін және әндерді зерттей бастадым кейін кезде бар ғой. Мынау пародия жанрынан бөлек. Сондықтан да мына әндердің сөздеріне қатты көңіл бөліп жүрмін қазір енді. Шыны керек, мына әнді тыңдаңыздаршы жақсылап тұрып. Рахмет. Енді өзің ойла. Кетті ол лақты дейді еще. Ол ән тыңдап жатыр еще. Қайта-қайта ән сұрайды. Ол кетіп қалса қаяқтан сұрайды, әнді мен таңғалып отырмын да. Көрдіңіз ба? Мағынасын көріп отырсыздар ма? Кетті лақты ол тыңдамайды. Бидің үстіне би сұрайды. Неге ол қыз дейді. Еще кетті ол тыңдамайды да. Бірақ ән сұрап тұр да, көрдіңіздер ма? Сосын мына әнді мен терең зерттедім, мынаны қараңыздар. Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын, аш дейді. Ана жүрегі деймін да, қағып тұр. Еще есік бар ана жерде. Еще аш деп жатыр оған. Ана бөлме болып кетсе деймін да, жүрегі ішінде шай ішіп отырсаң, жүрегінің ішінде бүйтіп. Қақ дейді еще. Оны қоя берші енді. Екінші мынау, үшінші әнді қараңыздар, тыңдаңыздар. Үшінші ән. Калифорния деген жігіт айтады екен, Калифорния. Қар деген ән екен, тыңдаңыздар. Рахмет. Енді қара, мұңға батып тұр өзі. Суық түнде қалғанда дейді, далада суық түнде тұрсың. Өзің ойла. Жылытатын арлаңында армандап тұрсың да бүйтіп, армандап тұрсың. Еще сен дөңгеленген ғаламшардың ішінде жүрсің. Еще о қызды қардан жасайсың да оны. Көрдің ба, ол еріп кетпей ма ертең ол қардан жасағаннан кейін? Дұрыс па? Мен сондай терең зерттеп жүрмін әндердің сөздерінше. Енді Қайрат Түнтековтің мына әнін тыңдайық, қараңыздар. Ақ қағазға ақ қаламмен салдым сенің бейнеңді дейді. Енді өзің ойла. Ақ қағазға ақ қаламмен ол қыздың бейнесін саласын. Ол көріне ма өзі? Көрінбейді ғой, дұрыс па? Дұрыс па? Көрінбейді ғой. Азия тобының ғажайып күй деген әнін тыңдаңыздаршы. Қараңыздар. Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір күй туатын, екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Сосын қараңыздар. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда, аймау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Айтқызбай білге болады ғой, дұрыс па? Сосын қара. Өзіңмен қалсам тіл қатап, зымырар қаным тулатып, сондағы ойыма арманым, ләззатқа кетсек бір батып дейді. Не айтып тұр деймін да, мына өлеңде бар ғой вообще. Сосын жігіттер квартетінің Арысым деген әні бар. Мынаны қараңыздар.
Жағада жейде жыңғылы, ішінде күлкі сыңғыры, мамырлап мақпалын толқыны, тербелейді ойнап күн нұры. Өзің ойла, Түркістан облысында, Арыста, күн аптап ыстық болып бір 50 градус өзің ойлашы. Жыңғылдың арасында есі дұрыс адам күле ма? Күн ыстықта. Күле алмайсың, дұрыс ба? Шын айтам ағайын. Осындай әндерді зерттедім ағайын. Сіздерге рахмет. Сіздерге өнер көрсеткен 31-ші арна үшін арнайы Қарабет Табанбет Бекмахамбет. Рахмет. Такси аламыз. Такси, бауырым, такси керек жоқ па? Такси демекші, қазір такси вообще қымбаттап кетті ғой, білесіңдер ма? Доллар қымбаттағандан шығар деп ойлаймын. Бірақ біз таксистерді, әртістер ойнаған жақсы көреміз. Неге? Өткені таксистерді біздің шоуды қатты жақсы көреді екен. Бірақ олар әр жексенбі сайын біздің бағдарламаны телевизордан көре алмайды екен. Соларға бір флешкаға жазып беру керек, асықпай көре беріңіздер деп. Неше түрлі таксистер болады ғой, мысалы, кейбір таксистерге отыра қалсаң, бүкіл әлемнің проблемасын шешіп, өзі саясаткер, өзі Қазақстанның дамуы үшін не істеуге болатынын бағдарламасы бар. Кейде ойлап қаласында, осы неғып президент болмайды, неғып таксист болып жүр деп ше. Бірақ кейде ойлайсың, сондай программаны істеп жүрген, сондай бағдарламаны істеп жүрген адам бірінші өзінің машинасының ішін жинап алса екен деп ойлайсың да. Неге Қазақстан бүйтпейді? Бүйтсе бүйтпей ма? Россиямен бүйтсе пайдалы болады, Қытаймен бүйтсе пайдалы болады дейді да, бірақ өзінің машинасының іші шаң-шаң бытшыт болып жатыр да. Бірінші адамды ойлау үшін, әлемді ойлау үшін бірінші өзінің машинасын жуу керек сияқты деп ойлаймын. Кейбір таксистер болады, вообще үндемей отырып алады ғой. Просто үндемей жатады, как будто бір роботпен келатқан сияқтысың да. Амандассаң да амандаспайтын таксистер болады. Сондықтан да біздің шоудың таксистері басқаша, біздің шоудың таксистері әлдеқайда қызығырақ. Көреміз. Қабылдаңыздар. Такси. Қас келің. Сонша өгіз сияқты өгіріп тұрсын, ешкім жоқ қой, клиент жоқ, неме қайғылап тұрсын? Ішім пісіп кетті шынында. Әңгіме айт онда, ішім пісіп кетсен. Онда сен әңгіме айт онда. Мен әңгімен онша айтамын. Сен айтпайшы, жақсы айтасың әңгіме. Өткенде бір қыз отырды да маған, таксист клиент қой енді. Аяғын қарасам, тұяқ. Осындай бір Петр Первийдің кезіндегі әңгімелерді айтасың, баяғыда шығып еді ғой. Сол әңгімені шығарған мен ғой, жаман тарап кетті ғой WhatsApp-тардан. Ірген ауыздан шіріген сөз шығады деп дұрыс әңгіме айтсам болады. Вот, мысалға мен өткенде Шемалғанға бір кісіні апарып тастадым. Сол апарып тастадым, түсті, ақшаны бетіне қарамай ақшаны бере салды. Сол кеткеннен кейін енді салонды көресің ғой, артыма қарап қалсам бір пакет тұр. Қойшы. Көтерсем зілдей. Ішін ашып қалсам, ішінде не екенін білесің ба? Не? Бас. Қойшы. Кімнің басы? Атаң басы. Ой, кетші. Сен осындай бір болмайтын әңгімелерді айтасың ғой. Жоқ, енді не айтам? Саясат туралы айта алмайсың, естіп қояды. Машинаңда прослушка бар ма не? Жоқ, телевизордан көріп қояды да бізді. Сен бір осындай әңгімелерді қайдан тауып аласың? Бір дұрыс әңгіме айтатын адамсың ғой. Сен осы машинаң объем қанша? 3-5. Қойш, қанша жейді? Қазір жемейді, қазір ораза. Болмай ма? Сенің машинаң ше, қанша жейді ал? Мен түске дейін 2 самса, түстен кейін 4 пирожки жейді ал. Такси, құрметтаған адамдар, мынаны алып кеттіңдерші, болмайтын әңгіме айтып жатыр. Пожалуйста, алып кеттіңдерші. Сен Қайреке, сен бар ғой, бір күн емес, жарты күн осы, жарты минут тұрам деп бар ғой, шаршап кеттім. Сен бар ғой, менің ескі 90-шы жыл алған Максимаға ұқсайсың. Неге? Шаршата бересің ғой адамды. Сен бар ғой, сен тұрған андай BMW сияқтысың бар ғой. Неге? Андай капризный да, ештеңе жақпайды ғой BMW-ға. Бірдеңе ақша салсаң болды, қирайды отырады, қирайды. BMW деген зато машинаның төресі, несі бар, болсам болам, ұқсасам ұқсайын BMW-ға. Негізі бар ғой, адамдар өзінің машинасына ұқсайды ғой, білесің ба? Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Мысалы, біздің шоуда бір Қайрат Әділгерей деген әртіс бар да. Кім деген? Қайрат Әділгерей. Сол примерно Мерске ұқсайды бар ғой, өзі де, түрі де дерзкий ғой. Қайсы ана оң жақтағы баллоны кетіп қалған бетіне ала беретін ба? Вот ана Жанатбек Байтек деген жігіт, вот, красавчик вообще.
Неге? Ана 30-35-ші Тойоталарға ұқсайды да 2000 басында шықса да әлі трендті ғой, бағасын түсірмейді ғой. Онда ана Асқат Тарғын деген әнші бар ғой, кім сияқты ғой? Баяғы 99 Лада сияқты ғой. Кезінде хит болды, қазір жоқ. Онда Қайрат Нұртас Lexus болды ғой, всегда в моде. Онда Димаш Құдайберген бар ғой, Феррари ғой, газды басқан сайын шыңғыра береді да. Ассалаумағалейкум, қалаңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Аға, сержант, айтуха, портман аласыздар ма? Жоқ. Дерзкі портман алмайсыздар ма? Жоқ. Так, сіздер қоғамдық орында темекі шегуге болмайтынын білесіздер ме жалпы? Білеміз, кім шегіп? Кім шегіп тұрған жоқ? Да? Шулап отқан жоқ, шегіп отқан жоқ, сайғайлап отқан жоқ. Қоғамдық орында шулауға болмайтынын білесіздер ме? Ой, кім шулап отыр? Жоқ, біздер ана такси деп айғайлап. Да? Неде давление ғой. Ана біздің шоудағы Айтуха деген бір танисыздар ма, актер бар, сол жас красавчик. Айтуха дейді. Біздің шоу деген. Танымайсыздар ма? Так, кеттік онда апоркаға, екеулеріңіз. Айтуханы танымағанда ол апоркаға тықпайды. Сіздер танымайсыздар ғой, танымай тұрсыздар ғой. Мен тану керек қой. Жоқ, не ғой, мүмкін танып қалатын шығармыз. Кішкене былай информация берсеңізші. Естіп келсек, 31-ші арнадан әр жексенбі сайын біздің шоу деген бағдарламаны көресіздер. Егер де көрмейсіздер, дәл осы жерге келемін да екеулеріңізді просто апоркаға алып кетемін все. Болды ба сізге? 31-ші каналда? Иә, 31-ші арнада. 9-да біздің шоу. Бітті ғой, көріп тұрмын ғой. Не ғой? Байқап жүріңіздер, рейд жүріп отыр қалада. Қандай? Аяқ тұяқ дей ма, бір қызды іздеп жүр. Ей, не қыласың оны біреудің? Бір жындының әңгімесі да? Сол жындың ұстап алсам бар ғой, түрмеге қамап басына дубинкамен тарс еткізіп басын кесіп тастайтын. Түбінде шірту керек қой, онда мына ауыздан шіріген сөз. Олар бар ғой түрмен. Брат, ондай адамға бола уақытты кетіріп, не істейсің ол жындымен жынды боласың ба? Тасташ құрсын. Ал, жақсы жігіттер, шуламаңыздар, темекі лақтырмай, нетпей, сосын ана 31-ші арна біздің шоуды ұмытпаңыздар. Болды, көріп тұрмыз ғой басыға, көріп. Біздің шоуды қойды. Біздің шоуды айтсайшы, вот таксистердің шоуы. Міне шоу. Реальный шоу. Аэропорттан қаланы танымайтын адамды 6000 теңгеге әкеліп тастайтынымызшы. Надо ғой, асыққан кезде двойной сплошной қиып барып клиентті жеткізетінімізші. Қалаға бірінші келгендерді бір адресті айналдыра бересің, айналдыра. Рахат қой, міне шоу деп осылайды. Қаскелең ұзын ағаш, двухкомнатная квартира, пирожки самса. Барасыңдар ма, Қаскелең ұзын ағаш, двухкомнатная квартира. Пирожки, самса, люкс машинамен барасыңдар. Бәрін алдын отырғызам. Тұра тұршы сен, определись, не болып кетті, не істеп кеттің сен? Ойлықсың ба, таксистің ба? Сен біреуін айтсайшы. Біреуін айтсайшы сен. Білесіңдер ғой жігіттерге, ақша керек, жұмыс істеу керек. Бізде мына жерде әшейін ауа теуіп жүр деп отырсың ба? Бізге де ақша керек. Сен мына жерге білесің ба? Келдің, таксовать ете салам деп ойлайсың ба? Мына питак. Бұл питак? Бұл питакта жұмыс істеу үшін сен кәдімгідей тесттен өту керексің. Емтихан тапсырасың. Ободы ма? Тест. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде питак шоу бағдарламасы сіздермен Қайрат Кандилакис. Сіз дайынсыз ба? Дайынмын. Бірінші сұрақ, Алматы мен Нұрсұлтан арасы қанша километр? 1200. Дұрыс жолда біреу тоқтатып 31-ші каналға дейін 700 сен не дейсің? Бірақ үстіне 100-ге қостай тағы. Перевод аударам десе кімнің нөмірін бересің? Өзімнің, конечно. Дұрыс емес, әйелдің нөмірін бересің. Машинада бір адам отырды, сен не дейсің? Бірақ жолда папуды тағы бір адам алайық. Клиент бара жатыр, сен не дейсің? Приложениеға кірді, жұлдызшан басып кет. Дұрыс, қымбат көрермен, питак шоу жобасы осымен аяқталды. Өтті ма? Мынау деген мүдірмей жауап берді ғой. Бір жет көріп тұр мағадай таксистер. Әдемі ма? Иә, әдемі. Сен таксовать етуге емес, сен кәдімгі емтиханға дайындалып келген адам сияқты. Хабарласып отыр. Алло. Иә? Қайда? Қаскелең? Қаскелең. Клиент шығып жатыр, жігіттер жақсы қол жүрсін. Мынау сұмдық жолы болғыш қой мынау. Біз 3 жыл болды ғой шеде жүген, әлі бір клиент жоқ қой. Біз Қаскелең, Шемалғанда бұра берегіміз арасы пирожки, самсаларды қосып тұрсаң бара деп ме? Ұзынағаш, Қаскелең, пирожки, 5 килограмм қанты менен Қаскелең. Қаскелең.
Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың көрермендері, қонақтары эфирде біздің студия бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушісі Қайрат Әділгерейұлы мен боламын. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары, ерекше қонақтар, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары, елімізге танымал, керемет тұлғалар. Біздің кешіміздің барысы өте қызық болмақ. Бірінші сұхбаттасамыз, одан кейін импровизациялық ойындар ойнататын боламыз. Бірақ бұл жерде ең қызығы келген қонағымыз қандай ойын ойнайтыны туралы мүлдем бейхабар. Яғни тосынсый, сюрприз. Сондықтан да біз дайын болсақ, бағдарламамызды бастаймыз. Жалпы елімізде танымал өнерпаздар көп, танымал актерлар бар, әншілер бар, режиссерлар, спортшылар. Бүгінгі қонағымыз өте ерекше қонақ. Ол әнші де емес, спортшы да емес, тіпті актриса да емес. Елімізге ең танымал келіндеріміздің бірі Таня Турлай студиямыздың қонағы. Қарсы аламыз. Здравствуйте, Таня. Присаживайтесь. Ойбай, сәлем бер. Бақытты бол, қарағым. Ұл тап. Ну, чтоб сын вышло из тебя. Да-да-да, садитесь. Присаживайтесь. Добрый вечер. Как ваши настроения, дела? Как вы пришли сюда и зачем? Қайырлы кеш. Көңіл күй керемет, жақсы, тамаша. Ойбай, сен қазақша сөйлей аласың ба? Кішкене сөйлей алам. Мен қылғынып отырсам мына жақта. Қандай тамаша. Келген қонақтарымыздың барлығы біздің мемлекеттік тілде сөйлесе қандай тамаша. Таня, қош келдің. Жалпы, Таня, сен енді үйде қандай келін екеніңізді білмеймін. Сіздің әлеуметтік желі арқылы бүткіл көріп отқан енелер, құдаймай, жанымау, басқолттың қызы болса да осындай қыз болса ғой менің келінім деп армандайтын келіндердің бірі болдың. Таня, сенің әлеуметтік желілерде көріп жатқан видеомыз, барлығымыздың сұрағымыз, бұл қыз кім, қай жақтікі, неғып жүр, байы бар ма? Байы бар ғой енді біреудің келіні болғаннан кейін. Бай бар. Осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Біріншіден, Таня, атыңыз кім? Таня Турлай деп. Турлай. Менің естуім бойынша сіздің тумаңыз, яғни туған жеріңіз Қостанай өңірі. Я, мен туған жерім Қостанай. Руыңыз? Руыңыз Арғын, оның ішінде Найман. Қостанайлық Арғын, оның ішінде Найман. Аржағы Абай. Жалпы, өзіңіз, жанұяңыз туралы айтып кетсеңіз, жолдасыңыз, жалпы осы әлеуметтік желіге сіз шыға бастағаннан кейін, таныла бастағаннан кейін, басында енді қарсылық білдірген болды ма үйдің іші? Болмаса, енеңіз, тасташ осы видеоңды, маған шай бересің бе жоқ па? Деген сияқты, конфликттер болды ма? Конфликттері бар, шын айтам, конфликттері бар. Бірақ мен сондай керемет келінмін, мен сары келінмін, мен дұрыстап шай берем, мен дұрыстап ет берем. Поэтому Енешка ол мені қатты жақсы көреді. Жалпы, Таняның ең әлеуметтік желідегі көп таралған видеосы ол сала туралы монологы. Яғни білдірпей сала. Өзі үйде жүріп сала жейді екен, білдірпей енесіне жартысын жеп болып, жартысын орап, холодильникке салған кезде, бұл кісі кетіп қалған кезде енесі ашып, саланы көріп қалғаннан кейін, осы қызды қуып жібереді. Қазір басы бос десең, ойын айтам. Жолдасыңыз туралы айтсаңыз. Жолдасым ол такой әдемі, сымбатты, қарапайым, красавчик бар ғой. Қандай әдемі? Кейбір әйелдер өзінің күйеуі туралы жақсы пікір айта алмайды ғой. Айтпаш, осы жүрегім айнейді вообще. Бұл жерде Таня өзінің жолдасы туралы керемет пікір қалыптастырып жатыр. Таня, студиямызға келгенімізге өте қуаныштымыз. Сіздің осылай елге танылып,
қаншама келіндерге өзіңізден енді артыңыздан еріп өсіп келе жатқан келіндерге үлгісіз. Сондықтан да осылай тек қана үлкендердің батасын алып, жанұяңызбен бақытты ғұмыр кешіңіз. Айтпақшы, қанша сәбиіңіз бар? 2 ұл, 1 қыз. 2 ұл, яғни болашақ, әзірше болашақ 2 келіннің енесі. Жалпы мысалы сіз өзіңіздің енеңізге бір түзетулер енгізгіңіз келе ме? Мысалы, менің енем күшті, просто тағы 1-2 осындай функциясы болса ғой дейтіндей, әттең-ай дейтін жерлері жоқ па енеңіздің? Не айтайын? Не айтайын? Ене мені... Скоро ауыстырам десе. Да, ене мені қарап тұр. Мен кішкене шошып кеттім. Жалпы онда енеңізді мақтай салып, енеңізге тілек айтып құтыла салыңыз онда. Ең тырышы сол. Жалпы ене, мысалы, ана менен ененің айырмашылығы бола ма? Ана сияқты енеңді де жақсы көруге бола ма? Болады. Неге? Яғни, сіздің енеңіз сізді жатырқамай қызындай қабылдағаннан кейін, сізде оны жақсы көресіз, дұрыс па? Иә, жақсы көреді мені. Олай болса, студияда Таняның енесі, о не айтып? Мен шошып кеттім. Орамал жоқ, абдырап, шабдырап. Тамаша. Бүгінгі студиямыздың қонағы елімізге танымал келіндеріміздің бірі Таня Турлай, қыздарыңызға бір құрмет қошеметтеріңіз. Тамаша. Айналайын, ұлтап қарағым. На меня не рассчитывай. Так, ары қарай кешімізді жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың қонақтары тағы да бір елімізге танымал, жақында ғана YouTube сериал, яғни веб-сериал жарық көрген «Аппақ келін» сериалының басты рөлін сомдаушы Лия қыздарыңыз келіп отыр. Яғни шын есімі Фатима. Шабала, құрмет, қошемет. Hoş geldiniz. Рахмет. Добрый вечер, уважаемая, глубоко уважаемая наша Фатима. Вам как удобно будет? Лия, Фатима, Сергей? Можете Фатима. Давайте, Фатима. Аға, қараңыз, бұл дуэт кофе с молоком. Да, вы кофе с молоком. Пока отдельно. Жалпа, Фатима, вот сейчас в последние 2 недели вышел сериал, веб-сериал «Аппақ келін». Вы там играете главную роль. Вообще, каково быть, играть келинок именно в казахской семье? И понравилась ли вам традиции наши? И вообще, как быть келинкой в казахской семье? Ой, ну вы знаете, я вам могу сказать то, что келинки — это прям очень-очень сильные личности. Да. Действительно, да, потому что очень многое возложено на их плечи. Вот, то есть весь быт на них. Вот. Но я думаю, что все прекрасно с этим справляются, потому что женское это наша природа женская, то есть создавать уют и вот. Уют. Конечно. Очаг домашний. Очаг домашний, да. Молодец. Вот, Фатима, ты сыграла главную роль, ты, в принципе, свою задачу поставленную выполнила на 5. Да? А вдруг, если в жизни вам вот, предложат руку и сердце казах, вы действительно в жизни уже готовая келинка, смогли бы дальше прожить всю жизнь, не играя эту роль, а вот в общем, казахқа тиесің ба? Ой. Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле нужно очень сильно любить человека, чтобы вот пойти в такие условия. Вот. Но я бы, конечно, хотела бы жить отдельно. Но есть одно но. Мы будем жить отдельно. Мы будем жить отдельно. Ладно. Онда ты для меня не подходишь. Если бы ты сказала бы «да», я бы развелся со своей женой. Ладно, шучу. Фатима, вот, допустим, вам, когда предложили сыграть келинку, казашку, у вас было какое-то, допустим, ваше исследование, допустим, искать, либо читать энциклопедии, зайти в YouTube, Google вообще полностью,
анализировать эту роль? Как вообще? Что надо делать? Либо вам режиссеры помогали? Ну, на съемочной площадке, да, мне помогали режиссеры, вот, но так сказать, чтобы я прям вот искала там днями и ночами, нет, не искала, ну, то есть что-то я вот знала, потому что, ну, как бы я живу в Казахстане, естественно, вот, и поэтому, да, это вот какие-то вот мои знания базовые, плюс вот помощь режиссеров мне помогла. То есть они вам Направляли меня, направляли, да. ставили задачу, цели. А вот единственный вопрос мне касается вам. Откуда вы вообще здесь? Каким образом? Ну, я не знаю, ну, извиняюсь за такой вопрос, но все равно нам кажется интересно. Как вы оказались в нашей стране, либо здесь? Как сюда попала вообще-то? Да. Я здесь родилась, я местная, я алматинка коренная, конечно. Родители? Родители, мама у меня из Талдыкургана. Найман нагашлара, да? Нет, она у меня татарка и русская. Ах, вот оно как. Вот. А отец у меня приехал из Мали сюда учиться. И из здесь Мали? Да, Вау. из Африки. Вот, и здесь остался, ну и, соответственно, здесь по сей день живет, ему очень нравится, не хочет уезжать, ну, в общем, вот так. Малиға барып көрдің ба өзіңнің отанына, на свою родину ездила в Мали? Я нет. Нет? Нет. А почему? Очень хочу. Интересно же там Конечно, побыть. интересно, да. Кровь зовет все-таки, да, надо посмотреть. все-таки, да? Я думаю, вот твоя игра нашим зрителям понравился тем, то, что экзотика, ты по своему статусу экзотика, но ты прямо вжилась в этот образ, и все тебя полюбили. И мы вот прямо с нетерпением ждем в ютубах веб-сериал. Когда же будет следующий сериал, серия поступит? Тогда сейчас уже ныне уже где-то каждый просмотр сериала по 4,5 миллиона. Это, конечно же, заслуга нашей героини Фатимы. Баршабалах, Спасибо. Ну что ж, уважаемые друзья, дамы и господи, господа, у меня есть небольшая игра с вами, с гостями, но для этого я хочу пригласить сюда несравненную, очаровательную нашу народной ене, супер ене. Это наша уважаемая, просто сверхъестественная, красивая әнші, актриса Жанар Айжанова. Ой, моя Енешка. Мынау қайдан шыққан? Сәлем. Тұрыңдар. Мынау қайдан шыққан сәлем? Сәлемді былай салады. Мынаны қоясың оң жаққа, правый. Мынаны үстіне қоясың, сәлем етесің. Мен айтам бақытты бол, сен айтасың әумин. Все, тамаша. Былай тұрған ол теріс бата, не ол? Я, былай, түсіндіңдер ма? Вы поняли меня? Все. Жанар ханым, қош келдіңіз. Мына үстіңіздегі мына киіміңіз кәдімгідей генерал, полковник келіннің, ененің костюмі сияқты келдің. Армиядағыдай бар ғой. Солдаттардың киімі. Бірақ бүгісі начинающий солдат емес, бүгісі кәдімгідей үлкендердің батасын алған генерал ене. Болды. Киім жаққа барыспайық. Олай болса, Жанар ханым, сізге... Түргеліп тұрасыз ба? Енді мына келіндеріңіз қазір сіздің алдарыңызда емтихан өтетін болады. Яғни экзамен будет небольшой такой на право жить вместе с ней, любить его сына и рожать от них детей. Жанар ханым, приступаем. Вы готовы? Ваши аплодисменты, друзья. Онда кірсек. Сонменен бірінші сұрақ Таня саған. Келін нешеде ояну керек? Сағат 6-да, хотя сағат 5-те. 5-те. Чтоб наверняка. Фатима, нешеде ояну керек? Сағат 6-да. Сағат 6-да? Дұрыс емес. Келін вообще ұйықтамау керек.
Келесі сұрақ. 10 банка варенье жабатын болсаңдар, қанша килограмм қант қосасыңдар? Таня, айтшы. Мен до конца қант қосам. Фатима, сен өз варенье жауып көрдің ба? Жоқ. Ал жапсаң қанша қосар едің қант? 20 килограмм, я не знаю. Дұрыс емес, қазір деген қант қымбат. Беталды қоса берсеңдер не қалады? Вообще қоспайсыңдар қантты. Келесі сұрақ. Қанша тұз салсаң да дәмі шықпайтын тамақ? Дәмі шықпайтын. Қанша тұз салсаң да дәмі шықпайтын тамақ? Он. Сколько соли не добавляй? Мен білем. Айтшы. Жұмыртқа. Мен білмеймін. Мына Таня пысық. Сары келін ғой. Арғы мен Найман қосылғасын қойсын ба? Мынау нағыз жұмыртқадан жұңғыр қатын келін. Молодец. Әзірше Таня сіздің сұрақтарыңызға төтеп беріп жатыр. Бірақ Фатимаға құрмет қошемет көрсетті. Таня өмірде де келін, өнерде де келін, Фатима әзірше тек сериалда ғана келін. Жоқ, оған өзім үйретіп жатырмын. Ештеңе етпейді. Жас қой, жас әлі, ештеңені білмейді. Так, келесі сұрақ. Бала жылағанда не істейсіңдер? Мен өлең айтам, әлде ақ бөпе. Сен не істейсің? Так, ну что мы делаем? Ойнаймыз және... Жылап атқан баламен ба? Ән айтамыз. Дұрыс емес. Баланы вообще жылатпайсыңдар. Жылатып көрін керек, осыдан. Немерем жылатып қойып отырады екен ме сендерге? Келесі сұрақ. Дастархан басына отырған кезде шайды бірінші кімге құясыңдар? Қайын атама. Фатима? Ой-ой. Шайды бірінші кімге құясың? Мен саған үйреттім ғой. Бірінші пияланы кімге бересің? Именно мен соны айттым саған. Ой, я не помню. Оңбаған. Пропила. Так, дұрыс жауап. Кімге бересің бірінші шайды? Так, кімге берем? Ана атама деп атыр Таня. Сен кімге бересің бірінші шайды? Аташке? Дұрыс емес. Аталарың вақтыда емес пе? 6 жыл бойы вақтыда жұмыс істейді. Маған бересіңдер бірінші. Так и знала. Так. Қатырдың ба? Қатырдыңыз, қатырдыңыз. Жанар апаға бірді қол шапалақ құрмет қошемет. Жалпы Жанар апамның емтиханынан өткен келін уже жарты өмірі бақытты келін болатын деген сөз. Өйткені қаншама келіндердің өзі генерал енесі, сондықтан да Жанар апама 1000 алғыс, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Мен де қалжыңдап жатырмын. Негізі мына екі келіннің екеуіне де ризамын. Бірақ дегенменен мына енелер олар да адам ғой. Мына мейрам сайын бір әдемі орамал сыйлап, өтті деп алдап қойсаңдар, өмір бойы сендердікі ғой. Соны ұмытпаңдар. Тамаша, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Жанар апамнан өсиет әрі ойын болды. Тамаша, мен қызықты сендерге тартыс мешайт болды. қылмайын. Қайрат, сен әрі қарай қыздармен жұмысын жасай бер. Ал Рахмет. бір сары, бір аппақ келін. Сау болыңдар. Тамаша. Келесі келгенде дайындалып, дұрыстап келіңдер. Тамаша. Жақсы аман болыңдар. Таня, шынымды айтайын, Фатима, сендерді қайдам, мен өзім қорқып тұрдым ғой. Маған не жоқты шеш, мен біреудің келіні ұқсап. Жалпы, Таня, мен ойлаймын, Жанар апамды көргеннен кейін өзіңнің енеңді вообще одан сайын сүйіп қалған сияқтысың ғой да. Сенің енең вообще күшті, жұмсақтау деймін мына кісіліге қарағанда. Фатима ханым, вот, если вы завтра выйдете замуж, если ваша свекровка вот такая будет, будете жить с ней или с сыном? Ну, если я буду любить сына, конечно, буду жить с сыном. А вот если она единственный сын, она одна мама, как быть?
Ойбай, вы меня так не пугаете. Вы меня тут не пугайте, я вообще замуж не собираюсь. Жалпы, не де болса, Фатима ханым айтады қазақта, бағың ашылсын, барған жеріңе тастай батып судайсың, сені бағалайтын, сен де сол әулетке сіңіп кететін келін болуыңа шын жүректен тілектеспін, айналайын, Фатима. Тағы да бір сұрақ, енді Таняның инстаграмнан көріп отырмыз, өте лайк көп жинайды, тиктокта да өзімен өзі. Мен Таня саған таңғалам, ты когда успеваешь все это? Тамақ бересің, балаң бар, ата-енең бар, и сол екі ортада жындадам құсап, айнаның алдында тикток билейді. Сөйтіп отырып, бәленбаймын, просмотр қарап, жақсы комментариялар алып жатсыз. Сіздің инстаграмыңызға қарасам, Фатима, мне понравилось одно фото, который на пляжу. Немен андай. Ұят демес па? Ұялмайсың ба? Купальникпен түскен ғой құсын. Бірақ лайк бастым. Оны әйелім білмейді. Білсе өлтіреді бізді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірменді біздің шоу бағдарламасының, біздің студия бағдарламасының көрермендері, бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары айдай сұлу қыздар, бірі өмірде абыройлы келін болса, бірі кино индустрияда абыройлы келін. Фатима мен Таняға құрмет, қошемет. Браво! Спасибо! Молодцы! Береміз.
Құрметті достар, құрметті телекөрермендер, алдыңғы бөлімде біле білсеңіздер, ұлан үйіне ешкіммен ақылдаспай келін алып келген болатын. Ұланның жеңгесі аяғасы толғаға келіп, перзентханаға кетті, иә? Енді үйдің ішінде әрмен қарай қандай оқиға болғанын бірге тамашалайық. Сен бар ғой, сен қызықсың. Мені алып қашып үйге әкелдің. Отбасыңа да айтқан жоқсың. Жеңген болса, ана роддомға кетті босануға. Вообще бар ғой, я таңғалып тұрмын мен, таңғалып тұрмын. Ойбай. Семейсің. Сенікі жай ма, неге жайсың? Сен әлден мынандай проблемаларға шыдай алмайатсың, ертең кетіп қаласың ғой сен. Ертең емес, дәл қазір кетем мен. Не үшін кетесің қазір? Ұлан, сендердің дайындықтарың жоқ. Орамал болса өзім былай ілген жоқпын ба орамалды? Түк дұрыс тақпадыңдар орамалды да. Ана достарыңмен қойды әкелген сияқты мен алып кете салдыңдар. Дұрыс па сол? Все, нет, мен кеттім. Уайымдамаш, өтініш. Мен бәрін жасаймын сен үшін. Сен ештеңе уайымдамаш. Қоғыншыларды уайымдап атқан жерсің. Ей, сен хабаршы жіберем үйіңе. Хабаршы жіберем дегенше қуғыншылар келеді ғой? Ұлан. Қуғыншылар қуып жібересің ма? Жоқ, және мен кеттім. Кім? Жібермеді. Жібермені Пожалуйста, бүйра басын мен. Отырш. Мен уәде берем саған. Ертең мен сені үлдемен бүлдеге орап тастаймын. Сен үстіңнің бәрін алтынмен қалап тастаймын. Айлық алсам, ақшаны алдыңа әкеп санап тастаймын. Бірақ сөз қайтарсаң қадап тастаймын. Ренжімеш. Кел, кір. Осы? Қалайсың, бастап өзіңді? Ремонтты өлтіріпсіңдер ғой, ә? Келсе, кел жайғас. Ойбай, дасты пасудан да өлтіріпсіңдер. Ұла тұрса, не жақсың ау? Қалайсың? Қалайсың? Қалың қалай? Жақсы шүкір өзің. Менің кластасым. Собаны радомнан шығып келе жатқан кезде радомдың алдынан көріп қалып, осы жерге жүр, шай тамақ ішейік деп біраз сырласайық деп әңгіме айтып. Қалайсыздар, жақсылар ма? Иә, жақсы өсіп қалды, баяғыда кішкентай қара бұзау сияқты, қазір нән қара бұқа болыпты ғой кәдімгідей. Дәу осындай. Қалайсыңдар? Білмеймін, әулетімізде ешкім бұндай дәу емес еді, бұл қалай дәу болып кеткені. Мебелдарын бәрі жақсы. Раз болды ғой сендердің үйлеріңе келмегенме. Ой, мектептен келмедің ғой сен? Келмеді, маған мынандай молдинг бәрін іліпсіңдер ғой, иә? Шайыма бір бәле, шай алып келші ұлан, Аға, бір минутқа. Шай алып келші да, класстас. Алып келем қазір, бір минутқа боламын, ағасы. Проблемалар болып отыр. Пока нелерді жейдір. Не? Вот шайың дайын ба, негіз? Сен, немге алып келдің? Кімді? Жынсы мамаксы немге алып келдің? Мен сені сұрап алып келем ба, келетін адамдарды? Ананың. Кеселер. Қызы ғой анау. Кім? Мамасы ғой ананың. Сен кластасың. Сен мен кластасың қыз алып келдің ба? Айтпайсың ба соны ертерегі? Жынсың ба, сен немге алып келесің? Қуасың ба, жайшап келіп жүрсің ба, кластасың, қуасың ба? Болды, жыпылдай бермес, бір бәле қыламыз, бір мәзі қыламыз. Қанаяқ отыр бір. Көріпияқ қойшы, қалай әжі болса. Кластас? На люстранда өлтіріпсіңдер, иә? Әлі сол баяғы дүние деген, дүние көрсең, көзі жанып кетеді кәдімгідей. Мына нелерің, люстраларың көп ше? Кластас, сен енді үйді көрдің ғой? Иә. Енді қайта берсен. Неге? Келін келіп жатыр дейді, келін көрмейін ба? Бірге қуғыншыны күтіспейін ба? Алын келінге жүрмейін ба? Мен мысалы енді қара келін көретін, көрімдік беретін жағдайдамын мысалы. Қалай сен кішкентай бала үйленіп жатқанда мен қалай келінді көрмеймін, өзің ойлашы кластасың. Өзің ойлашы, кішкене ойлашы. Тойға бірақ келіңізші. Жоқ, тойға, Қазақ деген негізі келінге көрімдік береді, қуғыншыны күтіседі, билеп, қуғыншылармен күтпейін ба кішкене? Нең бәріне рахмет, кластас, бірақ енді білмеймін, ыңғайсыздау болып тұр. Сендер естерің дұрыс па? Өзің шақырып ап мені қуып тұрған не жынтысың ба сен? Келін, жылап атыр дана, жаман тұр. Мен көндірем о келінді. Қалай қалай көндіре сонсыз қызы? Мен көндірем. Мен саған ренжіп тұрмын, жынтысың ба сен? Немеге ренжіп атсың класса? Мен неге қуып тұрсыңдар сендер? Әйелі жоқ, үйде бір түрді де ыңғайсыз ба, кіріп қалады. Қойшы, ондайыңды баяғыда бірге жүрдік қой, қойшы. Айтпай оны. Керек десең әйеліңді қазір өзім барып босандырып алам. Оған рұқсат енді. Қайтыңызшы. Жынды болып қалғансың ба сен, қара бұқа? Не ма келінге?
Оның несі Бергеш, неғып сен қатты волноваться етіп кеттің. Қанша берейін деп атсыңдар? Қанша берейін деп атсыңдар? Келіннің артынан. Қалың алма? 2 миллион. 2 миллион. 2 миллион. 2 миллион? Жақсы емес біз жиған тергеніміз бар, бізде өсіп өнген әулетпіз, достары бар көмектесіп жатқан. 2 миллион көп қой, Чимкенттің қызы ма еді? Иә. Ойбай, 2 миллион көп, 500 мың бермейсіңдер ма? Қазір ставка деген 500 мың ғой, нормально ғой 500 мың деген. 500 мың, ертең дүние ақ келеді, артынан дүние әкелетін дүниесін жетпей қалмай ма 500 мың? Неге жетпейді? Қоссын шешесі не бітіреді? Ағайын туысы бар. Ол шешесінің өткен кеткен енді берген ғой ол ағайындардың тойына. Береді. Жоқ, қай бетімізбен апарамыз деп жатқам ғой. Я, қой 500 теңге деген аз ғой деп Қай бетіммен апармын? Ұялам. Сендер неменеге беттеріңді ойлап бағасыңдар? Сплошной бетіңмен әпересің. Болды, апарамыз ғой, ең қыламыз. Сіздің қатысыңыз жоқ қой. Болмаса, қайта бересің. классас болды енді, қайта қой енді, сен біз өзіміз қазір. Қойшы. Классас ұрма? Қойшы айналайын, құданы күтсем мен. Ештеңе жоқ. Келсін қазір, қуғыншылар келсін, киітін тарат. Менде бір күміс бар, соңында берем. Бірақ келінді көрмей қойшы. Келін жарсың енді қазір. Қалай өз-өз? Жоқ, жалпы құдаларды күтпейді жарсыңдар. Өзіміз күтеміз ғой құдаларды қазір. Қойшы айналайын, көрімдік беріп, кішкене. Беселеватсың классас? Көрімдік бермейін ба? Қойшы болды. Қайт дегенеге, қайтасашы көрініші. Қойындаршы, жынды ма мыналар? Қазақ па неменесіңдер сендер көрімдік бермейін ба? Классас қоясашы деп. Бетін дашқан теріс қарап отыр. Ой, жаным, жақсы әулетке келдің. Өніп өскен әулетке келдің. Үйлерде керемет енді. Кеш жаным, көрейін бар ғой. Ой, жаным, шықшы кел. Теріс қарап тұршы, бетін көстірші. Бетін көстірші, көрмей қоймасына. Мама. Өсіп өнген әулетке келді. Кластас. Тұр бұлай. Кластас бол, бір ашуыңды берші, кластас. Гүлбақырым. Бір ашуыңды берші. Гүлбақырым, не істеп жүрсің бұнда? Жіберші мені. Гүлбақырым, не істеп жүрсің бұнда? Сен қайда кетің? Айтсайын. Сен жеп. Алып кетем қызымды. Жібер кеп. Жүр Гүлбақырым. Мама, мен өз еркімнен келдім, мама. Гүлбақырым, жүр деймін, жүр деймін. Сіздің қызыңыз ба, мен байқамадым. Гүлбақырым, жүр еге. Мама, мен өз еркіммен келдім деймін. Мен өз еркіммен келдім, мен. Ұланды өте қатты сондай сүйем, мама. Әкең бас сүйесің ұланды. Өтініш. Сүйіп не қыласың? Bir айдан кейін рөшке жеп отырасың, не қылайын деп ең? Сіз класстасың сыйламайсыз ба? Мен сыйламай тұрсың ба? Сен тұр бұлай. Бір ашуыңды бер баған. Сен класстас болсаң, не менің туған қызымды алатын сен кімсің? Құдағи деймін онда. Құдағи емеспін мен әлі, құйрық бауыр жескен жоқпыз әлі. Құйрық та жейміз, бауыр да жейміз, бәрі бар бізде. Гүлбақырам, жүр. Алып кетпе деймін. Гүлбақырам үйге қайта ма? Онда сіз дақпала маған бәрібір. Не істеп жатсың сен? Саған бәрібір ба сонда? Саған бәрібір ба? Саған бәрібір не сонда? Болашақ күйеуің қалды. Гүлбақырам, жүр. Әкең айтпай тұрғанда жүр Гүлбақырам. Ол бармайын деп жатыр ғой. Қалыңдар, бәрі реттейді. Неше бересіздер? Көнді. Мына класстасың аузын бүріш. Қайт бұрасың. Қал, неше бересіздер? Қал бол, 500 мың береміз. 500 мың қалың мал, класстас, ойлашы. Ауру. 500 мың неге жеткізем? Жетпесе өзіңіз қосасыз ғой, жан. Класстас, сіз жүпке қарашы, класстас. Гүлбақырам, әкеңе айтам мен сені. Қазір мен алып келем. Полиция шақырам мен мына үйге. Заява жазам мен қазір. Қандай? Гүлбақырам. Міне дарыға, қарашараға. Қалдым мен, қалдым. Сен үшін мен, анамен ұрысты мен. Шли ұрмайды жасың аузын. Шли ұрмайды, отыршы. Ұрмайым әрине, отырайын аузында. Отырайын ба? Мамасы анаконда мына су жылан екен ғой, Жеңше, өлі аналар төбелесіп атқан, не саға? Көрермен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне келіп жетті. Біздермен болған сіздер, сіздермен болған біздер. Кетші Қайрат.
дұрыстап адам құсап аттарын айтып дәстүріміз бойынша таныстырайық та. Жарайды. Біздің шоуымыздың президенті Жанар Айжанова. Және де біздің шоуымыздың резиденті менің негізді оң қол көмекшім Қайрат Әділгерей. Біздің шоудың гүлдері Дариға Бадықова, Жұлдызай Дүйсенбиева және Гүлбахрам Ахат. Біздің шоудың аға буыны Жанатбек Байтеков. Және біздің шоудың жастары Айтуха мен Ұлан. Сонымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Мен қайтеттім. Ойбой, мен осы баланы ылғи ұмытып кетем. Жаңадан келген біздің шоудың резиденті Наурыз Ырысым. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар!